Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге Инстаграмда 300 мыңнан аса қаралым жинаған тек қана әйелдерге арналған кредит туралы айтқым келеді. Алдымен төмендегі подписацияны басып, каналға тіркеліңіз. Себебі менің YouTube каналымда 100-ден аса пайдалы видеолар бар. Ал ендеше бізде тек қана әйелдерге арналған үміт деген бағдарлама бар. Бұл бағдарлама бойынша тек қана әйел адамдар ғана бизнес үшін кредит алады, яғни несие алады. Бұл несие максималды 100 миллион теңгеге дейін беріледі, және оның мерзімі инвестиция алсаңыз 84 айға беріледі, және айналым қаражаттан толтыру үшін алсаңыз 36 айға дейін беріледі. Ставкасы 16-да 5% құрайды. Негізінен даму бойынша субсидиялардың басқа бағдарламалар бойынша банктың ставкасы 20% еді ғой, а мына жерде негізгі ставкасы 16-да 5% құрайды. Яғни сіздің несиеңіздің максималды мөлшері ставкасы 16-да 5% құрайды. Және ары қарай бұл несиені даму субсидиялайтын болса, онда сіздерге ол ставка 7-8%-ға дейін төмендейтін болады. Енді бұл несиені алу үшін басты шарттардың бірі, ол егер сізде ИП болса, яғни онда ИП-ның иесі әйел болу керек. Ал егер сізде ТО болатын болса, онда сіздердің құрылтайшыларыңыз, яғни учредителіңіз әйел болу керек. Яғни учредителде 50%-дан астам жарғылық капитал болу қажет. Мақсаты кез келген бизнес үшін беріледі, бірақ продажа, яғни сату емес, яғни алып сатуға берілмейді. Енді ең маңыздысы бұл жерде кепіл. Кепіл бізде міндет тұрып керек, оны сіздерден даму емес, оны сіздерден банк сұрайтын болады. Және де бір ғана банк бүкіл Қазақстан бойынша кепілсіз беріледі. Ол қандай банк екенін білу үшін комментарийға плюс қалдырып кетіңіздер. Енді көп адамдардың сұрағы бизнес банк керек па? Иә, ол жерде бизнес банк керек, бизнес банкты құрасыздар, ақша қаражаттарын қайда жұмсайсыздар, қандай заттар аласыздар, қандай негізгі құралдар аласыздар, соның бәрін жазу керек. Енді банктер бұл несие бойынша Қазақстанда тек қана 4 банк жұмыс жасайды. Яғни кез келген банк емес, мысалы дамудың басқа программаларында кез келген банктар 10 шақты банкпен жұмыс жасауға болады, ал мына жерде тек қана 4 банкпен жұмыс жасайсыздар. Ол дегеніміз Халық, Банк Центр Кредит, Евразия банк және РБК банк. Яғни осы 4 банктен ғана сізде сұрай аласыздар. Маған үміт бағдарламасы бойынша несие қажет деп. Тағы да айта кететін жай, көп адамдардың қателігі, олар ең бірінші даму қорына барады. Бұл әрине қателік, себебі ең бірінші этап сіз банктен өтуіңіз керек. Яғни банктен төлем қабілетіңізді растап, одан кейін ғана банк сіздің құжаттарыңызды жинап, ары қарай даму қорына жіберетін болады. Ал енді ең басты қойылатын сұрақтардың бірі, дәл қазір осы несиені алуға бола ма? Иә, болады, бірақ бұл несие бойынша қаржыландыру региондарға бөлініп берілген. Мысалы, Астанада бар болса, Алматыда болмауы мүмкін. Алматыда болса, Шымкентте болмауы мүмкін. Дәл осы сияқты қаржыландыру әр региондарға бөлініп берілуі мүмкін. Сондықтан мен сіздерге айтқан жаңағы 4 банк бойынша интернеттен колл-центрлердің нөмірін тауып алып, соларға звондап, сіздерде үміт бағдарламасы бойынша несие алуға бола ма деп үйде отырып звондауларыңызға болады. Олар сіздерге бар ма немесе жоқ па, соны бірден айтады. Енді мен басында айта кеттім ғой, сіздер ең бірінші тексерістен банктен өтесіздер. Яғни банктың шарттары ол біріншіде сіздерде кредитная нагрузка жеңіл болу керек, яғни кредиттік жүктеулеріңіз жеңіл болу қажет. Және де сіздерде ешқандай просрочка немесе черный спискта болмауларыңыз қажет. Егер сондай жағдай болатын болса, онда сіздерге бірден отказ келуі мүмкін. Екіншіден, сіздерде доход болу қажет. ИП немесе толарыңыз бар, және оларды нулевкамен жауып немесе доходтарыңыз минималкамен жүріп жатса, онда сіздерге отказ келуі мүмкін. Мінекей, дәл осылай сіздерге ең басты ақпараттарды айтып өттім. Осы видеоны міндетті түрде әйел кәсіпкерлер, әйел бизнеспен айналысатын кәсіпкерлерге жіберіңіз. Олар да мемлекет беретін қолдау туралы біліп жүрсін. Ал енді каналға тіркеліңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз қалса комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға